Қазақстан спортшылар елі. Елдің дене тәрбиесі мен спорттық тарихы, дамуы мен қазіргі жағдайы туралы энциклопедиялық анықтамалық елімізде кең тараған спорт түрлерін атақты спортшылар мен жаттықтырушылардың, спорт саласы бойынша ғалымдардың, ұйымдастырушылардың өмірінен, спорт бірлестіктерінің, халықаралық олимпиялық қозғалыстың шежіресінен мол мағлұмат береді. Қазақ балуандары тарихи деректі басылым. Алғаш рет 1996 жылы Ердәулет баспасынан жарық көрсе, ендігі жерде күрестің әр түрлі жеке қамтып бірнеше томдық болып еңбек болып, қалың оқырманның назарына ұсынылмақшы. Қазақ балуандарының қолдарыңызға тиіп отырған бірінші томына кіші атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлынан бастап халқымызға жақсы танымал алыптар туралы деректі дүниелер еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Спорт ғұмыр кітабының кейіпкері гір спортынан халықаралық дәрежедегі спортшы шебері, ауыр атлетикадан КСР спорт шебері, Гиннестің рекордтың 2 мәрте жаңартқан қарт спортшы Әмірбай Рысқұлов. Әмірбай Рысқұлов өмірінің ақтық сәтіне дейін спортты серік еткен адам. Өнегелі өмірін жастарға үлгі ете білді. Ауыл спортының жандануына, мәдениет саласының өркендеуіне зор үлес қосты. Гір спортының әлемдік дәрежедегі майталмандарының иық тірестіріп, халықаралық додаларда елінің намысын қорғады. Бүгінде Әмірқұл Рысқұловтың құрметті атақтарымен қатар 150-ден аса медалі бар. 77 жасында әлемді бағындырған қарт спортшының қасқағым сәттегі ғұмыры осы шағын кітапқа арқау болған. Басылымның мақсаты Әмірқұл Рысқұловтың салауатты өмір салтын жастар арасында насихаттау. Бұл кітапта қарт спортшы туралы көзі тірісіне жазылған мақалалар мен қапыда қаза болған сәттен кейін жазылған естеліктер жарық көріп отыр. Жалауы спорт, жастардың қалауы спорт, жеңістің алауы спорт, ерліктің алаңы спорт, ер жүрек жалауы спорт, жастардың қалауы